Колбин келгенде су шашты, дубонкамен ұрды, түрмеге қамады, бірақ мынандай қырған жоқ еді ғой, оқ атып. Назарбаев Колбиннен асқан кәпір болып кетті ғой. Сол өтірік оппозиция тұрған сол жерде. Болат Әбілов бар, Тұяқбай бар, Козловы бар, Жасарал тұрды, Қуанышалин. Ешқайсы бармай қойды. Бүкіл Орта Азиядан Москваға қарсы шығып, 70-ші жылдары мен ғана сотталыппын ғой. Моңғол деген ешқандай ұлттың аты емес. Ол Менгу ел деген, Мәңгі ел деген Шыңғысханның 1206 жылы құрған мемлекетінің аты. Моңғол деген ұлт жоқ деген сөз мынау. Моңғолия мемлекеті мен Қазақстанның арасына қарым қатынасына не келтірмей ма? Сынақ қақпай ма? Сендер моңғолмыз деп жүрген. Қазақпыз деген біз бәріміз шығыс түріктер деп аталуымыз керек. Қазақ елінің болашағы қандай деп ойлайсыз? Тоз-тозымыз шығады, сығаннан жаман болып кетеміз. Қазақ жастарына қандай тілек, өсиет айтар едіңіз? Елді жаңа тәрбиелеу керек. Рухын көтерілетін, тарихын насихаттайтын шығармалар орындау керек. Титаку, Дос Мұқасан, ондай шайтан шапалақ шетелдің өзінде толып жатыр. Партия құру ол еврейлердің ойыны. Олар анау ұлттың қаймағын жолатпай билікке, қаспақтарын ақша беріп отырғызып қояды да, солар арқылы бүкіл әлемді билеп отыр.